Сәлем оқушылар, қалдарыңыз қалай? Нұрс ағайларыңыз бүгін кезекті видеоны жүктеді. Слив 16-06, яғни бүгінгі. Оқушылар, бұны бастамас бұрын слив талдауды сіздерге біздің нұсқа талдауларымыз болып жатқанын ескертеміз. Қазір мен сіздерге келесі слайдтарда нұсқа талдаудың кері байланыстарымен бір өте қызықты нәрселерді көрсетейін деп жатырмын. Жіберіп алмай, дұрыстап мұқият қарап отырыңыздар, иә? Олай болса, ең алдымен кеше маған осындай бір хат келді. Екі оқушы жазды, аты жөндерін айтпай қойын, бүйтіп жазды. Ағай, қалайсыз? Сіздің нұсқа талдауларыңызды көріп, күрсініп отырмын дейді. Соны сұраймын, мен не оқылды, не үшін күрсініп отырсың десем, менің нұсқамды мен тапсыруға 3 күн қалғанда талдапсыз дейді. Тура сол есептерді. Енді қазір келіп сізге жазылсам бола ма дейді. Айттым, пожалуйста, бүгін тіркелу, бүгін уже бастаймыз нұсқа талдаудың 3-ші ағымын бастаймыз, бізге кел қосыл. Енді мен бұл жерде не айтқым келіп тұр? Өте өкінішті, негізінде сливтардың қайталанып келіп жатқаны өте өкінішті, по идее. Неге? Өйткені курстар бар, сливтарды алып жаттатқыздыратын, бетпе-бет беріп беретін оқушыларға күнбе-күн алып жаттатқыздырады. Ол өте өкінішті. Ал енді мен сізге келетін болсақ, нұсқа талдауға. Оқушылар біз есеп шығарып үйретеміз, және оқушылардың сұрауымен күнделікті сливтарды да талдаймыз. Мына жақта байқасаңыз, екінші оқушымыз, үшінші оқушымыз жазып отыр. Ағай дейді, мына есептердің бәрі келді, негізі слив болып бар ғой дейді. Мынаның бәрі сливтан келді дейді. Мына жерде де слив болған дейді. Көрдіңіз бе? Сливтің мәселесі бұл жерде есепті жаттау емес, есептердің логикасын түсініп, химиялық логикаңызды дамытып, тура сондай есеп сізге келсе, сандар ауысып келсе, өзіңіз түсініп шығара алатындай дәрежеге дейін жеткізу біздің міндетіміз сол негізінде ұстаз ретінде. Мынаны жаттап ала ғой жауабын деп бір компаниялар сияқты олай жасамаймыз. Енді қазір қатысып жатқан оқушыларымыздың кері байланыстарын асықпай паузаға қойып оқып алсаңыздар болады. Мына жақта қандай адамдар қаншалықты прогресс көрсетіп жатыр. Бүгін естеріңізге саламыз, слив талдауымыздың 3-ші ағымы басталды. Аптаның соңына дейін күніне бір нұсқадан талдайтын боламыз. Нұрс ағайларың сендерді күтеді. Олай болса, слив талдауымызды бастайық. Сұрақ нөмір 1. Егер бұл сұрақ сізге келіп отырған болса, комментарийге жазып кетіңіздер. Маған мына сұрақ келді деп. Лайк басып, YouTube каналға жазылып алуды ұмытпа. Алкан мен алкен қоспасындағы алканның көміртегінен алкеннің көміртегі біреуге аз дейді. Ал алкан молекула саны алкеннен 7-ге аз дейді. 7 есе аз дейді. Жалпы молекулалық қоспасы 44 болса, алкан мен алкеннің формуласы қандай? Оқушылар, енді неден бастаймыз? Ең алдымен міне 44 дегеніміз не ол? Газдардың салыстырмалы атомдық массасы қалай табылады? Не еді оқушылар? Ол сол газдың фиін аламыз да, оның молярлық массасына көбейтеміз. Демек біз алканды мына жерде мысалға CnH2n плюс 2 деп алатын болсақ, алкен бізде қандай болады екен? Cn азайтылған бір, көміртектің саны біреуге аз. Демек Cn азайтылған бір болса, H2n азайтылған 2 болады. Сутек бізде 2 есе болады. Алкендерді білесіздер. Енді қараңыз, бізде жауабымыз былай болады екен. 44 тең, осыдан бастаймыз. Бізге не керек? Мына екеуінің фиі керек, потому что мынаның молярлық массасын мен білем. 14n плюс 2. Мынаның да молярлық массасын есептей салуға болады. 14n азайтылған 14. 14 деген CH2 ғой, короче, каждый гомологтың айырмашылығы CH2, Енді мен қазір бұлардың фиін тапсам, яғни көлемдік немесе мольдік үлес, екеуі одно и то же, менде жауап шыға келеді екен. Ал ол үшін бізге не беріп тұр? Алкан молекула саны алкеннен 7 есе аз дейді. Қараңыз, мынау 1 штук болған кезде, мынау 7 штук болып тұр дейді. Демек, оқушылар, бұл не деген сөз? Екеуі бірге 8 штук болса, 1 бөлінген 8 көбейтілген 100 дегеніміз 12,5% бізде алкан бар екен. Сәйкесінше 7 бөлінген 8 көбейтілген 100, 87,5% бізде алкен бар деген сөз. Енді кеттік есепке кірсеміз. 0,125% мен көбейтіп аламыз, фимен. Көбейтілген 14n плюс 2. Қосылған 0,875 деген алкеннің көлемдік үлесі 14n азайтылған 14. Қазір енді осы жақшалардың бәрін ашып жазатын болсақ, калькулятормен есептеп жіберейік. 0,125 көбейтілген 14. 1,75n плюс 0,25 плюс 0,875 көбейтілген 14 дегеніміз 12,25n азайтылған 12,25 тең болады 44. N-дерді жинайтын болсақ 14n, сандарды екінші жаққа лақтыратын болсақ 12,25 азайтылған 0,25 қосылған
44 дейтін болсақ, бізде 56 шығады екен. N тең болады 4. Бұл не деген сөз? Демек, алкан бізде бутан болған, ал кен бізде пропен болған деген сөз екен. Өкінішке қарай варианттар жоқ, бірақ ештеңе етпейді. Егер сізге осы сұрақ келіп, немесе шығарылу жолы ұнаса, бізге кел, біз саған нұсқа талдап үйретеміз. Ол үшін Нұрсағайының Instagram парақшасына кіріп тіркеліп алып, жазсаң болады. Ары қарай кеттік. Титан ұнтағын алу үшін титан 4 оксидіне кальций гидридін қыздырып алады дейді. Алынған 60 грамм титан шығымы 70% болса, қажет титан оксидінің массасы қандай дейді. Енді бұл жерде қарасаңыз, титанды алу үшін дейді, міне. Титан оксидіне не қосылған дейді, міне. Титан диоксидіне мынаның массасы дейді 60 грамм дейді. Шығымды ұмыт кетеміз, ең соңына қалдырамыз 0.7. Мынаның бізде массасын сұрап тұр. Ал титанның бізде малярлық массасын мен қазір көріп жібере салайын. Титан молекулярная масса, күнделікті қолданбағаннан қашса 47 ма, 48, 48 екен. Мынау 48 грамм бөлінген моль. 48-ге 32-ні қосатын болсақ, бұл бізде 80 грамм бөлінген моль. Байқасаңыздар, пропорция. Неге мен реакцияны жазбай бірден жаза салдым? Потому что бізде титанға қарап теңестіреміз. Оң жақта бір титан, сол жақта бір титан деген сияқты. Енді масса тең болады екен бізде 60 бөлінген 48, көбейтілген 80. Жауабымыз 100 грамм. Енді қараңыз, ең соңына шығымды қалдырдық. Егер біз реагентке қарай есептеп атсақ, как обычно, масса тең болады екен, бөліп тастаған шығым. Сол кезде жауабымыз болады екен 142.857 грамм. Келесі есеп көтейік. White спирт құрамындағы көмірсутек. Мен мынаны талдап көрсеткен болатын. Не? Оқушылар теориялық сақтарды жаттағандар. White спирт дегеніміз деканнан жасалады. Октан, нонан, декан дегеніміз 10 көміртегісі бар алкан деген сөз. Алкандар тақырыбында кітапта жазылып тұр бұл нәрсе. Ары қарай кеттік. Мыс сұйылтылған азот қышқылын қосып, өнімнің коэффициент қосындысын сұрады дейді. Енді біз бұл өте знаменитті реакция ғой, оқушылар. Біз не істейміз, алдымен жазып алайық. Мұны сұйылтылған кезде бізде оттекпен қанықпаған газ шығатын еді, яғни NO. Азот 2 оксиді шығатын еді. Енді бұны теңестірген кезде не істейміз біз? Қазір үйреніп алыңдар, дұрыстап мұқият тыңдап, мынау 0, мынау плюс 2, мынау плюс 5, мынау плюс 2 дегеніміз. Қараңыздар. Купрумның 2 электрон алмасты, 2 электронға, точнее 2 электрон берді. Сол 2 электрон азотқа коэффициент болып барады. Қай азотқа? Который дәрежесі өзгерген. Немесе былай жазып та көрсетсек болады міне. Купрум плюс 2 болса, мына жерде 2 электрон берді. Азот бізде плюс 5-тен 3 электрон қосып алды да, азот плюс 2-ке. Енді мына 3 пен 2 не істейді? 3 мұнда барады коэффициент болып, 2 мұнда келеді коэффициент болып. Енді коэффициентті қойған кезде оқушылар өнімнен бастап қоясыздар. Яғни өнімдегі азот плюс 2-ның алдына 2 қой дейді. Міне саған 2. Купрумның алдына 3 қой дейді. Енді қара дейді. Басқа купрум бар ма? Азот бар ма? Басқа купрум жоқ. Демек, мұнда тоже 3 болады. Ал азот мұн жерге 2 қоймайым ғой, потому что мұна 2 жерде азот бар, санайым. 3 көбейту 2, 6, қосылған 2, 8. Сәйкесінше мұнда болады екен 4. Енді бізден әртүрлі зат сұрау мүмкін. Тотықтырғыштың коэффициенті, тотықсыздандырғыштың коэффициенті, реагенттердің коэффициент қосындысы, өнімдердің коэффициент қосындысы, немесе жалпы реакцияның коэффициент қосындысы. Мұн жерде өнімдердікін сұрап тұр екен, 3 қосу 2, 5, қосылған 4 тең болады 9. Яғни варианттардан 9 деген жауапты алып белгілеп тастаған менің оқушым. Ары қарай кеттік. 10 грамдық құмырсқа қышқылы мен сірке альдегид ерітіндісін аммиак ерітіндісі қатысында күміс айна реакциясына түсірген шыққан газдың көлемі 2,24 литр. Литрмен жұмыс істемейміз. Бұл 0,1 моль деген сөз, Енді күміс айна реакциясын еске түсірейікші. Нұрсағайлардың нұсқа талдауға қатысқан оқушыларға ОБТ-да 100% келетін бүкіл биорганикалық және бүкіл органикалық реакциялар жинағын тегін сыйлыққа беріп жатырмыз. Келе ғой, бізге нәтижеңді көтере ғой. Құмырсқа қышқылы дегеніміз HCOOH, сірке альдегид дегеніміз CH3COH. Білесіздер, күміс айна реакциясы негізінде альдегидтерге тән. Бірақ исключение бар. Ол құмырсқа қышқылы. Демек, екеуі де реакцияға түседі деген сөз, Бізде қалай болған екен? HCOOH бізде Ag2O мен реакцияға түскен кезде, яғни күміс айна реакциясына түсіп газ түзілді деген өткен жолмен талдаған болатым. Алдыңғы видеода көрсеңіздер болады. Газ түзілді десе, демек ол құмырсқа қышқылы деген сөз, Міне CO2 деген газ түзілетінді.
күміс деген тұнба және су бөлінеді екен. Ал сірке альдегиді реакцияға кірген кезде оқушылар бізде газ түзілмейді екен. Бұл жерде бізде екі тұнба және альдегидтен сәйкес тотыққан кезде карбон қышқылы шығады. Оқушылар білесіңдер оны, иә? Енді не істейміз? Газдың төбесіне жазып қоямыз 0,1 моль, астында коэффициентіміз 1. Бізден сұрап тұр, мына массасын тауып алайық, алдымен 46, міне пропорция. Масса тең болады екен 4,6 грамм. Бізден дейді сірке альдегидінің массасын сұрайды. Екеуі бірге 10 грамм болса, ал құмырсқа қышқылы 4,6 грамм болса, бізде сірке альдегидінің массасы 10 азайтылған 4,6 дегеніміз 5,4 грамм болады екен. Сәйкесінше оқушылар 46, я 0,1 барлығы дұрыс. Окей, мына варианттар қате кетіп қалған екен, ештеңе етпейді. Слив болғасын болып тұрады ондай. Ары қарай кеттік. Тристиаратты натрий сілтісімен түзілетін сабынның қасиеттері. Глицерин тристиарат деп айтқысы келіп тұр ма? Окей, натрий сілтісімен натрийдан бізде қатты сабын түзіледі оқушылар, я? Калий болса бізде сұйық сабын түзіледі оқушылар. Сабын деген имеется в виду стиарат натрияны айтып тұрмыз біз. Я, былай ғой, короче. Міне, С3H5, С17, H35, COO3. Міне, тристиарат деген осы. Бұған натрий сілтісін қосқан кезде оқушылар қалай болады? Мына екеуі орынмен алмасады просто. Гидроксатоп пен стиарат ацилат орынмен ауысады. Сол кезде бізде не болады екен? Осындай нәрсе болады. Міне глицерин өзі шығады қайтадан. Бұл сабындану реакциясы деп айтамыз, я? С17, H35, COO, натрий. Міне бізде қатты сабын. Натрий құрамында болса қатты сабын, калий құрамында болса сұйық сабын сәйкесінше. Концентрациясы 0,05 моль, күкірт қышқылы pOH дейді, ал саған. Біз айтқан болатынымыз, концентрациясы 0,05 моль, зат мөлшер деп айтқысы келді, е? Біз CM-ді тауып алу үшін концентрациясы 0,05 моль емес, е? CM 0,005. Енді біз күкірт қышқылы деген бізде екі негізді қышқыл. Демек біз сутек иондарының концентрациясын табу үшін мына екі негіздікке көбейтіп тастаймыз, е, міне? Сол кезде концентрация сутек иондар тең болады екен 0,05 көбейтілген 2-ке 0,01. Үлкен М. Енді pH тең мына 0,01-ден. Нөлдердің саны қанша болса, pH сонша болады. 2,0 көріп тұрмын. Демек pH 2 болады. Ал pH пен pOH-тың қосындысы бізде 14-ті берсе, мынауымыз 2 болған кезде pOH бізде 12 болады екен сәйкесінше. Алтынның беріктігін арттыру үшін қолданылатын металл, мен өткен видеоларды қараңыздар. Вообще өткен видеолардың бәрін қарасаңдаршы. Мынау мыс қой, ең көп жағдайда мыс қолданылады екен, жаттағандар. Ары қарай кеттік. С6H14 хром 2 оттек күшпен. Мынау бізде органикалық реакциялардың жинағын тегін берем ғой оқушылар. Кеңдер нұсқа талдаймыз. Аптасына 6 нұсқа бүгін бастап жатырмыз уже. Мына жерде бізде әрине бензол шығады екен, е? Ал бензолға сіз пропенді қосқан кезде әрине бізде изопропил бензол. Изопропил бензол шығады екен. Немесе басқаша сөзбен айтқанда кумол дейміз. Ал кумолды алып калиумын өтетпен қосқан кезде бізде бензой қышқылы шығады екен. Бұл реакциялардың барлығы Нұрсағайыңның реакциялар жинағында жиналып тұр. Яғни 100% келетін реакциялардың барлығын нұсқа талдауға тіркелген оқушыларға тегін береміз. Сіз соны қатысып, өзіңіздің нәтижеңізді жоғарылата аласыз. Енді бензой қышқылы ғана емес қой, бұл қай жерде қолданады? Әрине ол бізде Е210 деген консервант. Ал Е220 деген мысалға күкірт диоксиді. Өткен жол осындайда сұрақ келген болатын. Біз оны да талдап көрсеткен болатынбыз, е? Ары қарай кеттік. Көлемі 8 литр ыдыста азот пен сутек жабық ыдыста әрекеттесті дейді. Жаз қояқ. Габер процесі. Міне. Сол нәтижесінде 2NH3. Габер процесі экзотермиялық процесс. Катализатор феррум темір. И платина, я? Енді қараймыз. Бөз қой бұл оқушылар. Нұрсағайларының тактикалары есепті шығаруға көмектеседі оңай. Мына екеуі дейді, басында 8 болған дейді. Енді дейді, соңында дейді, реакциядан кейінгі қоспаның құрамы 1,4 дейді мынау. Мынау 2,2 дейді. Ал мынау 1,2 дейді. Енді қараңызшы, реагенттер азайтылады, өнімдер қосылады дейтін болсақ, өнім басында жоқ. Значит, ол 2 коэффициентке 1,2 деген қосылған.
Бұл не деген сөз? Демек, 2 коэффициентке 1/2 болса, 3 коэффициентке 1/8. Неге? Потому что 1/2 көбейтілген 3, 3/6 бөлінген 2, 1/8. Ал 1 коэффициентке 0.6. Демек, бұл не деген сөз оқушылар? 1/4-ке 0.6-ны қосатын болсақ, 2 болған мұнау басында. Ал 1/8-ге 2-2-ні қосатын болсақ, мұнау қанша болған? 4 болған деген сөз басында. Енді есептің берілгенін қарайық. Бастапқы қоспадағы азот пен сутектің концентрацияларын анықтаңыз дейді. 0. Біз қазір нені есептеп жатырмыз? Зат мөлшерді есептеп жатырмыз, я? 8 литрлік ыдыста дейді. Демек, Cm тең болады моль бөлінген көлем болатын болса, 2 бөлінген 8, міне. Cm азот тең 2 бөлу 8, Cm сутек тең болады 4 бөлінген 8. Мынау 0.5, мынау 0.25 сәйкесінше болады екен. Так, 0.5 міне. С вариант. Көрдіңіз ба? Каждый есепке осындай бір лайфхак жолы бар. Егер саған ұнаса, пайдалы болса, YouTube каналға тіркеліп алуды ұмытпа. Потому что мен қараймын, просмотрлар көп, бірақ оқушылар тіркелмей көреді екен. Егер сіз тіркелмесеңіз, келесі видео жайлы сізге ешқандай уведомление бармайды. Видео жүктеді Нұрсағайың, қара деген сияқты нәрсе болмайды. Сол үшін тіркеліп алып, Нұрсағайыңды комментарийде қолда кетуді ұмытпа. Біздің не дейтін аны? Әлеуметтік желілеріміз Нұрсағайыңның Instagram парақшасына жазып, біздің 3-ші ағымыз бүгін басталады. Сізге сыйлыққа органикалық реакциялар жинағын, биорганикалық реакциялар жинағын, ал жалпы нұсқа талдаудың өзінде органика, жұмбақ зат, биорганика, С деңгейлі есептер және әртүрлі теориялық сұрақтардың барлығын талдап үйретеміз. Талдап болғаннан кейін материалын да сізге береміз күнделікті қайталау үшін. Егер Инстаграмым жоқ, мен дүзу жігітпін, дүзу қызбын, мен осы жылы Инстаграмнан бас тартқам деген болсаңыз, онда маған телефонға да жазсаңыздар болады. Сіздерге сәттілік.